Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңестің жас кеңес сыйлығы байқауына қатысу тақырыбында өтеді. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена участию в премии «Жас кеңес сыйлығы» при Совете по молодежной политике при президенте Республики Казахстан. Брифинг өңірлік коммуникациялар қызметінің инстаграмдағы парақшасында тікелей эфирде көрсетіліп жатқан еске сала кетейін. Спикерлерімізбен таныстырайын. Ербол Бақытжан Ерболқызы, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар саясаты жөніндегі кеңес мүшесі. Әділбеков Айдос Әділбекұлы, Шығыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының жастар ресурстық орталығы директоры. Тоқышев Ернұр Болатұлы, Өскемен жылу электр орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қазандық цехының аға машинисі өнеркәсіп номинациясының жеңімпазы. Сөз Бақытжан Ерболқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті әріптестер. Бүгін Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жастар саясаты жөнінде кеңестің бастамасымен құрылған жас кеңес сыйлығына арналған баспасөз мәслихатында сіздерді көргеніме қуаныштымын. Жалпы бұл жас кеңес сыйлығының негізгі мақсаты осы ел экономикасында біздің қазір қоғамдық өмірде өте маңызды рөл атқаратын мамандықтар бар. Осы мамандықтарда жұмыс атқарып жүрген, өзін көрсеткен жас мамандарды қолдауға бағытталған жоба. Және де қоғамда да, ел экономикасында да көзге көріне бермейтін, бірақ та біздің өмірімізде өте бір маңызды мамандықтарды айшықтау мақсатындағы негізгі жасалып отырған жоба. Бұл жоба 2024 жылы осы жас кеңес, жастар саясаты жөніндегі кеңестің бастамасымен мемлекеттік кеңесші Ерлан Тынымбайұлы Кариннің және де осы кеңестің негізгі бастамасымен құрылған болатын. Жас кеңес сыйлығы ол жыл сайынғы негізгі дәстүрлі түрде тағайындалған болатын. Бұл кеңес ешқандай да мемлекеттік бір премиялармен деп айтсақ болады, бәсекелеспейді. Өйткені бұл кеңестің өзінің бас демеушісі бар. Ол осы біздің кеңесіміздің негізгі мүшесі, кеңес төрағасының орынбасары Алмаз Жали мырза. Ол осы Brave Talents компаниясының негізін қалаушы, басшысы Алмаз Жали мырзаға да үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы бұл былтырдан бері жасалып жатқан бұл жоба биыл өзінің номинациялар санын кеңейтті деп айтсақ болады, кешірім сұраймын, кеңейтті деп айтсақ болады. Өйткені бұл мамандықтарға берілген бір мамандықтардың спектрін одан сайын үлкейтуге мүмкіндік берді деп айтсақ та болады. Өйткені бізде биыл өздеріңіз білесіздер, 2025 жыл ол жұмысшы мамандықтар жылы қосылып жатыр деген сияқты. Жаңадан өткізілген бізде референдум бар. Осы мамандықтарға сай біз осы номинациялар спектрін кеңейттік. Бұл жерде яғни 10 номинация болады. Әр номинацияда 20 жеңімпаз болады. Әр жеңімпазға 1 миллион теңгеден ақшалай сыйлық беріледі. Және де бұл негізі жас кеңес сыйлығы 3 кезеңнен тұрады. 3 кезеңнен тұрғанда бірінші этап ол әрине ол бізде документтерді жинаймыз, заявкаларды жинайды. Ол жерде эссе бар, мотивационный хаттары бар деген сияқты, өздерінің наградалары бар. Егерде мысалы біздің қатысушы тараптан болып жататын болса, екінші кезеңі ол комиссия мүшелері, яғни комиссия мүшелері осы бізде жас кеңестің өзінен қатысушылары, жас кеңестің негізгі мүшелері ол жерде бізде комиссия мүшелері болады. Одан кейін бұл жердегі ең бір өлшем шарт деп айтуға болады, жас кеңес сыйлығы 35 жасқа дейінгі Қазақстан Республикасының азаматтары ғана қатыса алады. Яғни бұл біздің кеңес сыйлығымызға. И мы в этом году внедрили новые номинации, как вот білім және ғылым, охватывающие педагогов учреждения дошкольного образования, среднего образования, высшего образования и послевузского образования, а также научных работников и исследователей. И учитывая недавний референдум, по результатам которого принято решение, что в этом году в Казахстане построят АЭС, и мы посчитали необходимым добавить номинацию «Жарых». Это для работников атомной промышленности, нефтегазовых предприятий и энергетического сектора. Третья номинация у нас – это номинация «Өркен» для работников агропромышленного комплекса, производства пищевой продукции. И четвертая номинация «Өрлеу», век стремительного развития технологий, работники сферы информационно-коммуникационных технологий. Это у нас искусственный интеллект, анализ данных, и включая креативное
индустрии имеют ключевые значения. И они нашли свое место в номинации «Өрлеу». И пятая номинация у нас «Жанқиярлық» была разделена на два части. Первая часть у нас это для работников органов внутренних дел и вооруженных сил. Вторая отдельно для работников аварийно-спасательных служб, пожарных и иных организаций в номинации «Кайсар». Седьмая номинация у нас это «Алтын жүрек», охватывающая работников среднего и младшего медицинского персонала. Это у нас скорая помощь, медицинская помощь, санитары, которые были включены в категории врачей. Так как 25-й год объявлен годом рабочих профессий, учитывая это, мы добавили номинацию «Алтын қол». Это для работников рабочих профессий, это у нас сантехники, строители, а также работники КСК, ОСИ. И девятая номинация «Болашақ туралы қамқорлық». Здесь были включены работники инклюзивных учебных центров, которые оказывают специализированные услуги. Это у нас детские дома, дома престарелых и иных организаций, ответственных за обеспечение жизнедеятельности населенных пунктов. И десятая номинация у нас номинация «Өнеркәсіп», охватывает работников обрабатывающей промышленности, горно-металлургического комплекса и других производственных секторов экономики. И у нас вот прием заявок стартовал 20 июня по 20 июля. Включительно, 20 июля это включительно, и потом конкурсная комиссия будет определять победителей, и 20 июня будет проведена церемония награждения в городе Астаны. Айдос Әділбекұлы, жалғастырсаңыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді жоғарыда атап өткендей, былтырғы жылдан бастап осы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы жас кеңес сыйлығы өзінің жұмысын бастаған. Бұл енді тәуелсіз сыйлық. Яғни осы кеңес мүшелерінің бастамасымен құрылып отыр. Енді өздеріңіз тыңдадыңыздар, көптеген және номинациялар бар. Әсіресе біздің осы жүлдеге ілінбей қалатын әр топтағы өкілдер қосылған. Әсіресе жәнегі біздің жәнегі құрылысшыларымыз, сырлаушылар, сантехниктар, сонымен қатар жәнегі медперсонал, әсіресе кіші медперсоналдардың барлығы қосылып отыр. Қарастырылған 10 аталым, 10 номинация. Енді бұл Қазақстан Республикасы бойынша 20 жеңімпаз атанады. Әр номинация бойынша 2 жеңімпаздан. Бұл жерде енді жоғарыда атап өтті 35 жасқа дейінгі кез келген жас өзінің құжаттарын тапсыра алады. 20 маусымда басталып кетті құжат тапсыру мерзімі. И она продлится до 20 июля, то есть у нас осталось всего лишь 18 дней. Мы должны максимально участвовать в данном премии. После этого конкурсная комиссия определит победителей. Будут проведены подготовительные работы, и до 20 августа пройдет сама церемония награждения. То есть 20 августа будем проводить церемонию награждения в городе Астане. Енді іріктеу кезеңдеріне назар аударатын болсақ, былтырда 3 кезең болған, биылғы жылы да дәл сондай 3 кезең болады, және жоғарыда да атап өтті, тағы да тоқталайын. Бірінші кезең өтінімдерді толтырудың толықтылығы мен дұрыстылығын техникалық бағалау. Яғни бұл жерде арнайы үлгілер бар. Ол үлгілерді және жастар ресурстық орталықтары парақшаларынан алуға болады. Барлық біздің әр өңірде, әр қала, әр ауданда жастар орталықтары бар. Сол жерде толық ақпараттарды көрсетіп отырмыз. Сол үлгіге сәйкес және мотивациялық эссесін жазу керек. Өзінің бар жетістіктері, яғни алғыс хат, награда, соларын салады. Одан кейін ұсыным хаттар, әлеуметтік желідегі жарияланымдары, жұмыс өтілі, тәжірибесі, жүргізіп жатқан жұмыстың ауқымдылығы және әлеуметтік әсері туралы барлығын қысқаша баяндап жаза отырып, бірінші кезеңге құжаттарын тапсырады. Яғни осы бірінші кезеңде жәнегі тапсырылған құжаттардың дұрыстылығы тексеріледі. Второй этап – это индивидуальное рассмотрение поступивших заявок членами комиссии. На данном этапе каждый член комиссии осуществляет независимую оценку поступивших заявок и формирует список из не менее 5 кандидатов по каждой номинации. Яғни әр аталым бойынша 5 жеңімпазды екінші этапта іріктеп алады. Келесі үшінші этап бұл дегеніміз интервью отобранных кандидатов не менее 5 человек по каждой номинации. С членами комиссии в офлайн или онлайн формате она будет проходить. На третьем этапе каждый член комиссии оценивает по 5-бальной шкале
то есть это от 1 до 5 баллов. Двое кандидатов, набравшихся наибольшее количество, будут признаны победителями в своей номинации. Яғни, екінші кезеңде және комиссия мүшелері тәуелсіз бағалау жұмыстарын жүзеге асырады. Содан үздік деп танылған 5 номинант үшінші кезеңге өтеді. Үшінші кезеңде ол жерде енді және үміткерлер комиссия мүшелерімен онлайн немесе офлайн форматта сұхбаттасады. Сол сұхбаттасудан жеңіп шыққан 2 жеңімпаз бізде жеңімпаз деп аталады. Жақсы үлгі шабыттандырады. Яғни біз енді былтырғы жылы біздің өңірімізде, енді бұл біз үшін қуаныш, біздің өңірімізден енді былтырғы жылы қанша 7 номинация болды ма? Былтыр 7 номинация болды, 2 жеңімпаздан 14 жеңімпаз атанса, сол енді бізде өңірім Қазақстан бойынша 20 өңір бар, соның бірі болып біздің өңір танылған болатын. Өнеркәсіп аталымы бойынша Ернұр Болатұлы Токушев мырза жеңімпаз атанды. Біз үшін үлкен қуаныш, сондықтан келесі сөзді Ернұр мырзаға берсем. Қайырлы күн бәрілеріне. Менің атым Токушев Ернур Болатович. Мен былтыр өнеркәсіп саласында жас кеңес сыйлығын жеңдім. Орысша айтып берсем болады ма? И в прошлом году я принял участие в премии «Жас кеңес» для того, чтобы попробовать свои силы. И как-то у меня были свои какие-то идеи по опробованию себя как бы в новой стезе. Вот. И я долгое время работал в котельном цехе, и до сих пор работаю в котельном цехе Усть-Каменогорской ТЭЦ в качестве старшего машиниста в данное время. В 2013 году я поступил на работу мотористом-багерно-насосной и прошел все должности эксплуатационные, там машинист котлов, машинист-обходчик котлов, потом прошел техника, наладчика и дошел до заместителя начальника цеха. И на тот момент так получилось, что я после 4 лет работы заместителем начальника цеха решил эту должность освободить ради своего друга, чтобы обучить дальнейших людей, инженерно-технических работников для работы в котельном цехе, для повышения квалификации. Сам им до сих пор помогаю и помогаю. И так получилось, что в этой премии «Жас кеңес» участвуют рабочие специальности. Вот. Руководящий персонал там не участвует. Вот. И мне со стороны PR-отдела, HR-отдела пришло объявление о конкурсе. Я его увидел, думал, да, попробую. Подал заявку, написал эссе, там документы прикрепил и отправил. Но ничего я не ожидал, что будет какой-то там какой-то толк от этого. Но что отличало, я думаю, мое эссе от других эссе, мне так кажется, я говорил правду, то есть я был искренний. Я еще больше 500 слов написал, не думаю, что это тоже оценивалось. И мне хотелось вот полностью выразить себя, как я вот хотел. Вот я выразил себя в эссе, потом прошел, оказывается, 2-й этап, о 2-м этапе мне не было известно. Мне сразу на 3-й этап позвонили. Позвонили и говорили, вот когда вы будете свободны, мы хотели бы с вами провести интервью. Это был понедельник в августе, и это было 10 часов вечера даже. Да. То есть со мной связали 10 часов вечера, да. И настолько комиссия так много работала, и я вот удивляюсь их работоспособности. 10 часов вечера провели, там буквально там 7-10 минут интервью. Вот, и меня спрашивали о том, первый вопрос был самый главный, это что вы считаете вашим достижением? То есть, что вы считаете сами своим достижением? Я говорю, ну у меня достижений много. Нет, говорит, самое главное достижение скажите. И я тогда подумал и сказал, что я в целях повышения квалификации персонала котельного цеха написал пособие для машинистов котлов по изучению теории котлостроения. Вот. И это, я думаю, им понравилось. Также они спросили, это так өнеркәсіп саласында болғандықтан, они спросили, как вы относитесь к тарифу в обмен на инвестиции? Есть такая программа, тариф в обмен на инвестиции сейчас в Казахстане идет в энергетике. Я сказал, что положительно, описал это, что сейчас очень много денег вкладывается в энергетику, в частности, и в теплоэнергетику, и в электроэнергетику тоже. Много ремонтов делается, капитального строительства производится. И вот после всего этого
так получилось, что мне сообщили, что я выиграл. Все, я думаю, что потом меня пригласили в город Астана. Вот, там все прекрасно встретили, гостиница, там еда. И в тот же день было торжественное мероприятие, где мне вручили сертификат и денежный приз в 1 000 000 тенге. Я очень был поражен, то есть это один из лучших дней в моей жизни. Я хотел бы выразить, тогда я выражал свою благодарность, и сейчас хочу выразить свою благодарность организаторам. Я считаю, что когда я познакомился с участниками, остальными, кто выиграл лауреатами, я понял, что конкурс был честный. То есть все парни и девушки очень достойны были этой премии. Все, рахмет. Көп рахмет. Баспасөз маслихатымыздың екінші кезеңіне көшсек, сұрақтарыңыз бар болса, әріптестер қоюларыңызға болады. Жалпы былтыр облыстан қанша адам қатысты? Былтыр негізі біздің облыстан 35-ке жуық заявка түсті. Бірінші не бойынша. Енді мен ол жердің мүшесі болғандықтан, Астанаға мен қайта бара алмағандықтан, мен ол жердің комиссия мүшесі болған жоқпын. Сол жақтағы Астанадағы әріптестеріміз болды. Сол кезде Шығыс Қазақстан облысы бойынша 34 заявка түсті деп айтты. Қандай бағыттарда түсті екен? Көбінесе енді біздің жақта көбінесе осы өнеркәсіп саласы бойынша, өйткені енді біздің Өскемен қаласы сондай бір қала болғандықтан, өнеркәсіп және волонтерлік саласы бойынша өте көп түсті былтыр. Енді келесі жаңа айтыңыз ғой, жаңадан номинациялар қосылып жатыр деп. Соны жарнамалау түрінде бір жұмыстар жүргіздіңіздер ме? Құжат басталып кетті ғой? Құжат басталып кетті. Енді қазіргі таңда біз андай видеороликтар жасап жатырмыз. Осындай әлеумет жоқ, ол жасалды. Қазіргі таңда біз оны енді осы біздің Шығыс Қазақстан бойынша таратып жатырмыз да барлық жерлерге. Көбінесе енді мысалы және айтып отырмыз ғой, өнеркәсіп саласы болғандықтан көбінесе осындай Казцинк, ТЭЦ, УМЗ деген бізде предприятияларымыз бар ғой, сол жерлерге жібереміз біз. Енді сол кісілер ғана қатыса алады ол жерге деген сияқты. Жаңа номинацияларды айтып, жаңа айтқанымызда кіші медперсонал. Кіші медперсонал былтыр болған, ол биыл қосылған бізде алтын қол деген, ол осындай сантехник, жәнегі айтып жатқан осы строитель деген сияқты осындай номинациялар қосылған. Бізде получается мынау жәнегі денсаулық сақтау басқармасы бар, одан кейін жәнегі жилотношение бар, КСК осиларға қарайтын, солардың бәріне біз арнайы хат жібердік, ресми хаттар. Одан бөлек енді өзіміздің жәнегі әлеуметтік желілерде осы ақпараттарды таратып жатырмыз. Жастарға таратып жатырмыз, кеңінен насихаттап жатырмыз. Енді бұл жерде біз жәнегі негізген жастардың көп бөлігі Өскемен қаласында шоғырланғанымен біз аудан, қаладағы, ауылдағы жастарға да осы ақпараттарды жеткізу үшін енді өзіміздің жастар орталықтары арқылы осы ақпараттарды жеткізіп жатырмыз. Ауылдық округтың әкімдіктерінің әрқайсысының өздерінің чаттары бар, ауылдық округтардың чаттары бар, сол WhatsApp чаттарға да жіберу жұмыстарын ұйымдастырып жатырмыз. Осындай сұрақ келіп түсті. Жіберілген өтінімдерді қарайтын қазылар алқасы тарапы әр саланың мамандары ма дейді? Әр саланың мамандары, ол кісілер мысалы енді бізде осы жастар саясаты жөнінде кеңестің мүшелері, жалпы біз әр қайсымыз, әр мүшесі деп айтайын, ол әртүрлі саладан. Бізде өнеркәсіп саласынан да бар, жәнегі құрылыс деп айтып жатырмыз, құрылыс саласынан да бар. Одан кейін мына жердегі және айтып жатқан жәнегі денсаулық сақтау саласынан да бар, волонтерлік саласынан да бар, әртүрлі саладан жинақталады. 7 комиссия мүшесі болады. 7 комиссия мүшесі осының барлығын қабылдайды. Және Ернұр мырза айтып кетті ғой, өте өтінімдерді аяқталу кезі болады ғой, сол кезде жұмыс өте көп болып кетеді. Әрине ол кезде осы 7 біздің жәнегі комиссия мүшелері келіп қарап, әр қайсын өз направлениялар бойынша қарайды, өз бағыттар бойынша. Тағы сұрақтар бар ма, әріптестер? Егер сұрақтар жоқ болса, баспасөз маслихатымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.